Сәлем баршаңызға. Егер сізде тауықтың төс еті болса, онда міндетті түрде осы тағамды жасаңыз. Алдымен тауықтың төс етін жуып аламыз. Осындай шығып тұрған пленкаларын кесіп алып тастаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесуге болады, немесе мен сияқты видеодағыдай біраз ұсақтау қылып кессеңіз де болады. Барлығын кесіп шығамыз. Осындай кухонный балғамен екі жағында соғып шығамыз. Менде мына жерде тұз бен бұрыш араласқан. Етімізді тұздаймыз. Етіміз жақсы тұздалу үшін тұзымызды сепкеннен кейін осылай жағып біраз сіндіруіміз керек. Барлығын тұздағаннан кейін 15-20 минуттай қойып қоямыз. Енді тауығымызды аунататын массаны дайындаймыз. Бұл жерде менде 2 жұмыртқа, 3 ас қасық майонез, 3 ас қасық ұн, біраз сүт құйдым. Барлығын араластырып, осындай қою масса шықты. Қызып тұрған табамызға етімізді бірінші осы массамызға аунатып аламыз. Одан кейін қуыруға табамызға саламыз. Тауығымыздың шеті осылай қызарып көріне бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Екі жағынан да 3 минуттай пісіріп шығамыз. Барлығы осылай қып-қызыл, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қасына гарнирға өз қалағандарыңызды пісіріп қойсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.